Сәлем достар, бүгін мен сіздерге радио жайлы ақпарат беремін. Қазақ радиосы өзінің ғасырға жуық тарихында тұтас бір ұлттың тіршілігін, қайталанбас мәдени болмысын ұлағаттап келе жатқан ақпарат құралы. Радио байланыстың көмегімен әуе толқындар арқылы жұртшылық, қоғамдық, саяси, көркем және музыкалық хабарлар жедел ақпарат алып отырады. Радионы алғашқы болып 1895 жылы Александр Степанович Попов ойлап тапты. 1895 жылдың көктемінде радио сигналдың ұзақтығы 1,5 километр болды. Радио бұқаралық ақпарат құралдарының бір түрі. Әрине, радионы жасау оңайға тимеді. Және де Қазақстанда ең алғаш болып Қазақ радиосы құрылды. Бұл сабақта радионың шығу тарихымен қатар Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музей қорында бірнеше көне радионың түрлері сақталған. Олардың ішінде 40-50 жылдары пайдаланылған радиола. Радиола радио қабылдағыш пен граммофондық жазылғанды ескертуге арналған электрлік пластинка ойнататын құрылғыны ортақ бір құндаққа біріктіріп жасалған қондырғы. Мұнымен қатар магнитофоны бар, радиолар, магниторадиолар, телевизормен біріктіріліп жасалған радиолар да бар. Радиолар радио қабылдағыштар секілді өздерінің техникалық сипаттамаларына сәйкес кластарға бөлінеді. Стол үстіне, еденге қойылатын және тасымал түрлерге ажыратылады. Назарларыңызға ұсынылып отырған музей қорындағы радиола стол үстіне қойылатын радиола. Бұл радионы музей қорына 1996 жылы Көркем сурет училищесінің оқытушы өткізген. Екінші айта кетеріміз радио қабылдағыш. Радио қабылдағыш радио сигналдарды немесе табиғи радио сәулеленуді қабылдауға арналған және олардың ішіндегі ақпаратты пайдалануға мүмкіндік беретін радиоэлектрондық құрылғы. Қолданылуына қарай хабар беруші, теледидарлық, байланыстық, радиолокациялық деп бөлінеді. Радио қабылдағыш музей қорының экспозициясын толықтыру үшін 1962 жылы сатылып алынған. Үшінші айта кетеріміз Маяк 2020 олимпийский радио қабылдағышы. 1980 жылы Мәскеу қаласында Олимпиада ойындарының өтуіне байланысты шығарылған өнімдердің бір түрі. Ол сымсыз байланыстың бір түрі. Сигнал таратушы ретінде әуе толқындары пайдаланады. Аталмыш радионың әуе толқындары арқылы пайдаланылған шалғай жерлерге хабарлар таратылады. Музей қорына 2016 жылы сыйға тапсырылған. Құрметті достар, бүгінгі таңда өздеріңізге мәлім көптеген радио желілері қызмет атқаруда. Ал Қазақстанда радионың Шалқар, Астана, Классика, Қазақ радиосы, Радио FM сияқты көптеген желілері бар. Құрметті достар, осы радио желілерінен жанымызға жағымды жаңалықтармен көңілді әуендер естіп жүрейік. Құрметті достар, мен сіздерге радио туралы ақпарат бердім. Енді назарларыңызға ұсынылған викториналық сұрақтарға жауап беріп көріңіздер.